Тақырып: шешендік сөздер зерттелуі. Жақша. Шешендік сөздер қазақтың ұлттық шешендік өнерінің негізі. Ол ауыз әдебиеті мен халық даналығының бірі ретінде қазақ тіл білімінде, фольклорда, тарихта, философияда және педагогикада кеңінен зерттеліп келеді. Шешендік сөздер ақыл, өнеге, тапқырлық пен көркем тілдің ұштастығы. Шешендік сөздердің зерттелуінің басталуы 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында қазақ фольклор мен шешендік өнерді алғаш жинап хатқа түсірушілер Ратлов, Левшин, Уәлиханов, Алтынсарин болды. Шоқан Уәлиханов қазақ билері мен шешендерінің сөзін алғаш рет қоғамдық ой, пікір, құқықтық көзқарас ретінде қарастырды. Кеңестік дәуірдегі зерттеу. Мұхтар Әуезов шешендік сөздерді ауыз әдебиетінің үлгісі ретінде бағалап, би шешендердің сөз үлгілерін ғылыми тұрғыдан саралады. Тәуелсіздік кезеңіндегі зерттеу. Серікқалиев, Кәкішев, Уәли, Дәдебаев, Оразбаев сынды ғалымдар шешендік өнердің психологиялық, лингвистикалық, педагогикалық қырларына үңілді. Оразбаева шешендік өнерді коммуникативтік бағытта зерттеп, сөйлеу мәдениеті, тілдік тұлға, қатысымдық дағды ұғымдарын енгізді. Жақша. Жақша жазуда қосымша, нақтылаушы, түсіндірмелі ақпаратты бөлу үшін қолданылатын тыныс белгісі. Ол жазбаша мәтіннің ішіндегі қосымша мағынаны ажыратып көрсетуге көмектеседі. Жақшаның қызметі. Жақша ішіндегі сөздер сөйлемнің негізгі мағынасын өзгертпейді. Тек қосымша ақпарат береді, нақтылайды немесе түсіндіреді. Жақшаның қолданылатын орындары. Анықтама, нақтылау, түсініктеме үшін, деректер мен жылдарды көрсету үшін, альтернативті нұсқаларды бөлу үшін, қысқартулардың толық нұсқасын жазу үшін, сілтеме немесе автор көрсету үшін. Жақша ішіндегі сөздерге қойылатын тыныс белгілері: егер жақша ішіндегі сөйлем аяқталған болса, соңынан нүкте жақшаның ішіне қойылады. Бұл өте маңызды. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Аудио. Тактильді белгілер арқылы жақшаларды сезіну. Жақшаны тыңдап табу. Мұғалім мәтінді оқиды немесе аудио ойнатады. Әр жақша келгенде оқушы шарикті ұстайды, нүкте келгенде пластинаны ұстайды. Аудио аяқталған соң оқушы ауызша немесе саусағымен көрсетіп, қанша жақша болғанын айтады. Дескриптор. Мұғалім қысқа мәтінді оқиды. Оқушы автор сөзінің бір бөлігін таңдайды. Бір-екі сөйлеммен өз пікірін қосады, не келіседі, не толықтырады. Дескриптор. Автор сөзін дұрыс табады. Пікірін логикалық байланыстырып, қысқа әрі түсінікті айтады. Төл сөзді дұрыс ажыратады. Үшінші тапсырма. Шағын төлеу жаттығуы. Мұғалім мәтіннің қысқа үзіндісін оқиды. Оқушы әр төл сөзді ауызша қайталайды. Сөйлемдегі қызметін бір сөйлеммен түсіндіреді. Дескриптор. Төл сөзді дұрыс табады. Сөйлемдегі қызметін дұрыс түсіндіреді. Ауызша анық және қысқа жеткізеді.